Қайырлы күн, құрметті достар, сіздермен бірге дәметкен кешкі асқа қандай тағам пісірем деп ойлансаңыз, мына рецепт бойынша пісіруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарап, үліп басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Рахмет. Біріншіден котлетісін дайындаймыз. Ол үшін чеснокты турап, жұмыртқамызды жарып, дәміне қарай тұз және қара бұрыш салып араластырамыз. Қызып тұрған күнбағыс майға пияз, сәбіз, тәтті бұрыш, помидор және де аз қасықпен томат пастасын салып жақсылап араластырамыз. 1-2 минуттай қуырамыз. Картоп дәміне қарай тұз салып, котлеттерімізді картоптың бетіне қойып шығамыз. Картопты сумен толтырып, крышкасын жауып қойыңыз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша укроп қосуға болады. Мінекей біздің кешкі асымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Үліп басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіз, ас болсын.